Біздің үйде ұсталар бар. Мен енді күнде түскі тағамға тойымды тағам жасау керекпін. Енді осы рецепттермен сіздермен де бөліспекшімін. Бұл жерде палау жасайын десем, күрішім азғандай ғана екен. Сонымен машты қосып, маш палау жасайын деп шештім. Қазанымызды қыздырып, сұйық май құйып, етімізді салып, пиязымызды салып, жақсылап қызартып қуырып аламыз. Бұл жерде сиыр еті және де үндіктің төс етін пайдаландым. Сәбізді ұсақтап, жіңішкелеп етіп турап салдым. Томат пастасының орнына осындай қатырылған томат жасаған болатын, соны салдым. Жап-жасыл маш деп аталады. Пайдалы тағамдардың бірі. Етпен бірге кәдімгідей үстінен су құйып, қайнатасыздар. Өйткені пісу уақытысы 1-1,5 уақытта жарылып піседі. Маш піскен соң күрішті де салып осылай пісіріп аласыздар. Кей жерлерде бұл тағамды маш ауа, маш ботқа, маш палау дейді. Сіздерде қалай атайды? Түскі асқа тойымды нан салма тағамын жасадым. Білесіздер, біздің үйде ұсталар бар. Ұсталарға күнделікті түскі асқа тойымды тағам жасап беремін. Алдымен қазанымызды қыздырып, сұйық май құйып, етімізді салып, қып-қызыл қып осылай қуырып аламыз. Бұл жерде үндік еті және де сиыр етін пайдаландым. Пиязды салып қуырамыз, томат пастасын, сонымен қатар сәбізді саламыз. Жаздың күні томатты көп қып қатырып қойғанмын. Өзім қолдан жасап және болгар бұрышында көп қып қатырғам, соны әлі тамаққа қолданып жүрмін. Барлығын араластырып, қуырып алып, картоп және де дәміне қарай тұз салып, жақсылап араластырып, үстінен су құйып, осы суда толықтай піскенше бұқтырамыз. Қамыр илеп жайып отпай, дайын кеспені қолдандым. Қайнап тұрған суға тұз салып, кеспені салып, жақсылап 10 минут қайнатып пісіріп аламыз. Жабыспай, дана-дана болып, әдем болып піседі. Подливкасын құйып ұсталарға ұсындым. Бұл тағамды әр өңірде әртүрлі айтады. Бізде Шымкентте нан салма дейді, кей өңірде май қамыр дейді. Сіздерде қалай атайды? Осы палауды жасағанда әркім әртүрлі жасайды. Бірі етті бірінші қуырса, екіншісі пиязды қуырып жатады. Дәл қазір ұсталарға жасап берген шашпа палаудың рецептімен бөлісейін. Палаудың түсі аппақ болып қалмау үшін пиязымызды ірі көлемде турап алып, дәл осылай қып-қызыл қып қуырып аламыз. Пияз қуырылғаннан кейін ғана етті салып, оны да қуырамыз. Сәбізді видеодағыдай қиғашынан турап, 5 минут араластырып қуырып, үстінен тұз және де зира салдым. 5 пиала күрішке 5,5 пиала су құямыз. Бұл 1 кило 200 граммдай күріш болады. Палаудың дәмін күшті ететін осындай лайфхак көрдім. Бір болгар бұрышын бүтіндей сал жеріп, палау демдейтін кезде алып тастайсыздар. Мен негізі палауға 2 түрлі күріш қолданам. Біріншісі кәдімгі дөңгелек, екіншісі сопақша лазер күріші. Күрішті жақсылап жуып, мұздай суға 1 сағат жібітіп қоямын. Бітілген күрішті салып, суы тартылғанша осылай қатты отта кішкене бетін араластырып, одан соң суы тартылған соң осылай төмпешік қып жинап, ортасын тесіп, 30 минутқа қалдырам. Слай шашырап әдем болып піседі. Видеоны лайк басып, парақшама тіркеліңіз. 30 минутта дайын болатын керемет дәмді соуспен тағам жасаймыз. Қараңыздар, қандай әдемі дәмді болып шығады. Мен духовкаға арналған ыдысымызға черри помидорын, 2 бас чеснок, болгар бұрышы, көк шөптерді саламыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш салып, үстінен май құйып, духовкаға 200 градуста 25 минутқа қалдырамыз. Осылай быжылдап пісуі керек. Енді осының барлығын алып, чесногын бөлек еземіз. Аздап қайнаған су қосып, барлығын блендердің көмегімен езіп аламыз. Осымен соусымыз дайын. Мен осындай кемидің эксклюзив лапшасын қолдандым. Ұзын кәдімгі спагетти лапшаларын қолдануға да болады. 12 минутқа суға пісіріп алып, үстінен сырды салып, томатты құйып, осылай дастарханға ұсынамыз. Ас болсын. Ерекше әдіспен кесе дымляма тағамын жасаймыз. Дәм күшті болып шығады, жасап көріңіздер. Ең бірінші таза ыдысымызға су, 1 жұмыртқа, тұз, сармай және де електен өткізілген ұн салып, қамырды қаттылау қылып елеп, 6 бөлікке бөліп қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Қызып тұрған майымызға етімізді қуырамыз, пиязымызды қуырамыз, сәбізді, сонымен қатар томат пастасын үлкенірек етіп картошкамызды салып, жақсылап қуырып, үстіне су құйып, осы суда демдеп пісіріп аламыз. Қамырды жайып, осындай кеселер дайындап қоямыз. Кесенің үстіне орналастырамыз. Ешқандай май жақпасаңыздар жабыспайды. Жұмыртқа жағып, күнжутын сеуіп, 200 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Сәл суығаннан соң кеседен оңай алынады. Ортасына салмасын салып ұсына берсеңіздер болады. Қонақтарыңызға жасап берсеңіздер вау дейтіні сөзсіз. Қамыры точно піседі. Уайымдамай жасай беріңіздер. Рецептке қолданған ыдыстардың барлығын Бакшоп Айша дүкенінен алдым. Тугиске, Шымкент қаласы, Бәйтерекова құрғыш адресін белгілеп, жақсы пікір жазу арқылы дүкенімізден -5% скидка, сонымен қатар сыйлық ұтып ала аласыз. Бұл тағамды әр өңірде әртүрлі атайды. Дәл қазір сіздерге ең оңай, тез арада дайын болатын әдіспен бөлісетін боламын. Қазанға су құйып, етті салып, көбігін алып, жақсылап пісіріп алып, суытып, дәл осылай ұсақтап турап аламыз. Сонымен қатар қамырын дайындау үшін кемидің осындай дайын жаймасын қолдандым. Сапалы, ең дәмді қамырлардың бірі. Уақытты үнемдеп, сіз де пайдаланып көріңіз. Осылай суға салып, жақсылап 5 минут қайнатып пісіріп аламыз. Бөлек ыдысымызға майлаймыз. Қамырды жайған кезде де 2
бетін сұйық маймен кәдімгідей майлап отырасыздар. Ал енді қамырын осылай жіп-жіңішке етіп ұзыншалап турап шығасыздар. Ұсақталған етімізді салып жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай аздаған бұрыш саламыз. Ет міндетті түрде тұздалған болуы қажет. Осымен біздің нарындағанымыз дайын болды. Өте дәмді, тез арада дайын болады. Міндетті түрде сіз де дайындап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Қаныңыз аз ба? Гемоглобинді көбейтетін осындай пайдалы сусынды күнделікті ішіп тұрыңыз. Жасалу жолы өте оңай. Піспеген шикі қызылшаны осылай қабығын ашып алып, ұзыншалап тураймыз. Мен 2 данасын қолдандым. Үлкендеу алмамызды осылай бөліктерге бөліп аламыз. Ал енді қайнататын ыдысымызға барлығын саламыз. Қызылша, алма, нават және де өрік мейізімізді саламыз. Үстінен кәдімгі салқын су құйып 20 минуттай газге қайнатамыз. Салқындатып ішсеңіздер де болады. Дәл осы сусынды күнделікті жасап ішіп көріңіздер. Балаларыңызға да және де жүкті келіншектерге де ішуге болады. Ата-апаларыңызға да міндетті түрде жасап беріңіздер. Рецептке қолданылған әдемі ыдыстардың барлығын Бакшоп Айша дүкенінен. Кешкі ас дайындау үшін морозильниктен фаршты шығарып қойыңыз. Енді котлеттерді майға қуырмай, дәл осылай духовкада пісіретін боламыз. Ең алдымен фаршты таза ыдысқа саламыз. Үстінен дәмдеуіштер, ұнтақталған нан, блендерден өткен пияз, бір жұмыртқа салып жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң міндетті түрде осылай ұрғылау қажет. Ортасына сыр салып, сопақша пішін жасап, духовканың листіне орналастырып, 200 градуста 25 минут пісіреміз. Гарнирге балалар сүйіп жейтін осындай фриді қолдандым. Бұл жерде калехтің дайын фрийі сап-сары, керемет, хрустящий болып піседі. Тағамға жақсы дәм беретін калехтің 2 түрлі соусын қолдандым. Осымен тағамымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікіріңізді қалдырып, парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен өте дәмді, қолжетімді ғана заттардан жасалынатын, дастарханға ұялмай қоятын майонез бен салат дайындаймыз. Бірден тарелкеге жасап дайындай береміз. Тауықтың төсетін кубикте турап, тұз және де майонез себеміз. Картошкамызды суға пісіріп алып, теркадан өткізіп, осылай бірінің үстіне бірін орналастырамыз. Жұмыртқаның сары уызы, ақ уызы және де ең бетіне теркадан өткізілген осы сырды қойып, осылай дастарханымызға ұсынамыз. Дәмді салатты байджи, кениялық масай мара шаймен ішуді кеңес беремін. Ешқандай красителсіз, қоспасыз таза шайлардың бірі. Тәтті вафли жасағанша дәл осындай пицца тәрізді вафли жасап көріңіз. Балаларыңызға ұнайтыны сөзсіз. Ең алдымен таза ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып саламыз. Дәміне қарай аздаған тұз, бұрыш салып, миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаның көлемі ұлғайғаннан соң үстіне дүкеннің 20% қаймағынан қосып, тағы да бір миксерлейміз. Електен өткізілген ұн саламыз, разрыхлитель салып, жақсылап араластырамыз. Бізде қой малжың қою масса шығады. Колбаса және де осындай сыр қостым. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Алдын ала мультимейкерді тоққа қосып қыздырып аламыз. Bir ас қасықтан салмасын салып, толықтай 2 жағы қызарғанша пісіріп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, балаларыңызға ұнайтыны сөзсіз. Видеоға лайк басып, рецепті сақтап алып жасап көріңіздер, ас болсын. Магазиннен пряник сатып алғанша жарты литр сүттен 2,5 килограмм шығатын пряникті өзіңіз жасаңыз. Әсіресе ата-апаларыңыз, балаларыңыз сүйіп жейтіні сөзсіз. Бұл пряниктерді 15 күнге дейін сақтауға болады. Ең бірінші 250 грамм ұнға 400 грамм қант қосамыз, араластырамыз, үстінен ыстық 500 грамм сүт құямыз. Сүт сәл ашыған болса да болады. 4 жұмыртқа салып жақсылап араластырып, 100 грамм сұйық май құйып, тағы араластырып қоямыз. Осы массаны бөлек
екі ыдысқа бірдей етіп бөлеміз. Кейін өткізілген 1 кг ұнға 25 грамм разрыхлитель салып, 550 граммын осы сұйықтық массаға, ал келесіне 40 грамм какао қосып, осылай шоколадный тесто жасаймыз. Қамырды орташа қалыңдықта жаямыз, қатты жұқа болып кетпесін. Ұн себе отырып, осылай жайып, барлығын формаға келтіріп аламыз. 180 градуста 15 минут шамасында қызып тұрған пеште пісіреміз. Ақ глазур дайындау үшін 2 жұмыртқаның ақуызы және де сахарный пудра екеуін жақсылап шайқап, осылай әппақ көбік болғанша араластырамыз. Бетіндегі ақ глазур қату үшін 150 градуста 5 минутқа пешке салып алсаңыздар, қолға жабыспайтындай болып қатады. Осындай дәмді пряникті байджи кениялық Масай Мара шайымен ішуді кеңес беремін. Ешқандай красительсіз, қоспасыз таза шайлардың бірі. Оп-оңай пряникті міндетті түрде жасап көріңіз. Видеоны лайк басып, парақшама тіркелуді ұмытпаңыз. Нан пісіруді барлығы білетін шығар деп ойласам, стористе көптеген қыздар осы нанның рецептін сұрай береді. Бетіне жұмыртқа жақпаса да, осы қып-қызыл, әрі жұмсақ болып шығады. Қазір сіздерге де рецептмен бөлісейін. Ең алдымен таза ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. 2 литр сүт құйып тұрмын. Сәл ашқан сүтте бола береді. 1 литр су құямын. Сіз оны алмастырып құйсаңыздар да болады. 2 литр су, 1 литр сүт. Содан соң үстінен тұз, дрожж саламыз, жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұнды саламыз. Бұл жерде көп мөлшерде ұн кетеді, сөйтіп осы табағымен бірге салдым. Осы ұнның өзі аз болады. Бізде қамыр қоймалжың масса болмау керек. Кәдімгідей қолға жабыспайтын, кішкене тығызда болу керек. Тығыз десек қатты тастайда болып қалмасын. Кішкене ұн салып, қамырды илеп, үстінен сұйық май құйып, майы сіңгенше илеп, бетін жауып, жылы жерге 1,5-2 сағатқа қалдырамыз. Қамыр көтерілген соң шетінен листке дайындай береміз. Біріншісін пешке салсақ, екіншісі уже көтеріліп тұрады. Дәл осылай барлық нанды қып-қызылға пісіріп аламыз. Нанның жұмсақ болу құпиясы осылай расстойкада тұру және де қамырды дұрыс илеуіне байланысты. Жұмыртқа жақпаса да қып-қызыл әдемі болып піседі. Үйінде мантаваркасы жоқ қыз-келіншектер бар ма? Егер де бар болса, ханымды бұдан былай қазанда да пісіруге болады. Мына шөптің атауын алматылық қыздар точно біледі. Мен де қанымға қосып жасап көрдім. Ханымның қамыры жабыспай, толықтай пісіп шығады. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Керек заттардың барлығын салып, жоғары сұрыпты ордабасынан ұнын қолдандым. Дәл осындай манты, бауырсақ пісіргенде міндетті түрде жоғары сұрыпты ұнды қолданыңыздар. Қамырларыңыз бір тегіз әдемі иленеді. Салмасына фарш, пияз, картоп және де осы жусай шөбін қолдандым. Тұз бұрышын салып, жақсылап араластырамыз. Ал енді кезекте қазанымызға пиязымызды қуырамыз. Болгар бұрышы, помидор және де картоп салып, қуырып, су құйып демдеп қоямыз. Қамырды орташа қалыңдықта жайып, ортасына май жағамыз да үстіне начинканы салып, дәл осылай орап шығамыз. Енді қазанымызға саламыз. Үстінен аздаған су құямыз. 35 минут жай отта бұқтырып пісіреміз. Видеоны лайк басып, парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл тағамның аты удон деп аталады. Ерекше атау, бірақ та мен бұны қазақша нан салма немесе лағманға теңеп тұрмын. Мен етімізді салымқа етіп турап, жақсылап қуырып аламыз. Үстінен соя соусын қосамыз және де пиязымызды саламыз, қуырамыз, сәбіз, болгар бұрышын саламыз, чеснок, помидор салып, жақсылап араластырып қуырып, су құйып бұқтырып қоямыз. Қайнап тұрған суға тұз салып, удон атты осы кеспені қолданамыз. Мен кемидің кеспелерін қолданамын. Жабыспай, сап-сары әдемі болып піседі. Осылай сүзгіштен өткізіп алып, барлығын бірге араластырамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі бір әдемі шығады екен, басқа кеспелерден ерекше.